Қайырлы күн қымбатты оқушылар, география сабағына қош келдіңіздер. Мен Саурик Олжас Аманқұлы, география пәнінің мұғалімі. Бүгін біз сіздермен 7-ші сыныптың атмосфера және оның құрамдас бөліктері тақырыбына тоқталып кетеміз. Тақырыбымыздың оқу мақсаты атмосфера құрамын сипаттайды. Бірінші, екіншісі атмосфераның құрылысы мен қабаттарының ерекшеліктерін графикалық түрде бейнелеп түсіндіреді. Оқушылар, біз сіздермен мынандай сұраққа жауап беріп көрейік. Атмосфера дегеніміз не? Негізінен ежелгі гректер жерді қоршап тұрған қабатты атмосфера деп атаған, яғни атмос дегеніміз буды білдіреді, сфера дегеніміз шар деген мағынаны білдіріп кетеді. Яғни атмосфера бізге не үшін қажет? Қандай маңызды рөл атқаратын білейік. Біріншіден, атмосфера күн сәулелерін шашыратып, жайып таратады. Сондықтан күнді жер беті қатты қызып кетпейді, ал түнде жер беті қатты не істемейді, салқындамайды. Екіншіден, төменгі қабатында жер бетіндегі ауа райы мен климат қалыптасып тұрады. Үшінші, жердегі тіршілікті әлемдік кеңістіктен келетін барлық метеориттерден қорғап тұрады. Атмосфера газдардың ықпалымен литосферада мүжілу процесі жүріп жатады. Ауа құрамындағы оттегі мен жер бетіндегі барлық тіршілік иелері не істейді? Демалады, тыныс алады. Енді қараңыздар, атмосфера негізі газдардан құралған. Ол негізгі газдарды білетін болсаңыздар, азот сияқты газ бар, тағы басқа газдарды сіздермен тоқталып кетейік, неше пайыз алып жатқанын атмосферада. Азот газы 78%, оттегі 21%, көмірқышқыл газы 0,03% құраса, 0,94% инертті газдардан құралған. Инертті газдар дегеніміз мысалы ретінде ксенон, аргон, неон сияқты газдарды атап кетуге болады. Енді әр газ туралы жеке тоқталып кетейік, қандай бізге маңыздылығы бар. Мысалы азот атмосфера негізгі газ болып табылады, және оттегі бөлетін өсімдіктердің тіршілігін қолдау үшін қажет. Ал SO2 дегеніміз көмірқышқыл газы жерді салқындаудан қорғап, оның ерекше жылу жұмылғысы болып табылады. Көмірқышқыл газы фотосинтез барысында органикалық зат жасауға арналған негізгі құрылыс материалы. Көмірқышқыл газы күн энергиясын өткізетін және жылулық сәулеленуді тежейтін бірегей қабілетке ие. Ал оттегіге тоқталайық. Оттегі негізгі пайдасы, біріншіден өздеріңіз білесіздер, барлық тірі организмде тыныс алады. Екінші, жану мен қышқылдану үдерісі тек қана оттегінің арқасында ғана болады жер бетінде. Органикалық заттардың құрамында оттегі не істейді? Кездеседі. Озон газы да оттегіден құралған, тіршілікті жоятын ультракүлгін сәулелерді не істейді? Қорғап тұрады бізбен сізді. Енді қараңыздар. Атмосфера ол бізде қабаттардан құралған. Қандай қабаттардан құралған сіздермен білейік. Яғни қараңыздар. Атмосфера құрылымы бірнеше қабаттардан тұрады дейді. Әр түрлі биіктікте ауаның мөлшері бірдей емес. Қабаттардың температурасы, тығыздығы, құрамындағы газ бен судың мөлшері бойынша айырмашылығы да бар болып табылады. Ең төменгі қабат бізде тропосфера, одан кейін бізде стратосфера, стратосферада орналасқан озон қабаты, мезосфера, термосфера, одан кейін бізде ионосфера мен экзосфера қабаттарынан құралған атмосфера. Әр қайсысына жеке-жеке тоқталып кетейік. Бірінші бізде тропосфера. Ол төменгі қабат. Грекше өзгеріс деген мағынаны білдіреді. Атмосфера жер бетіне жақын орналасқан ең тығыз қабаты. Яғни бұл жерде ауаның 90% осы жерде орналасқан. Газдардың, яғни. Жоғарғы шекарасы экватордың үстінде 16-18 километрде орналасқан. Қоныржай белдеудің 10-12 километр, полюстерде небары 8-9 километрге дейін жетеді. Тропосфераның қалыңдығы. Енді тропосферада температура қалай өзгеретін білейік. Яғни әр 1000 метр сайын немесе әр 100 метр сайын 0,6 градусқа температура төмендеп отырады. Мысал ретінде былай қарап кетейік, бір тауды алатын болсақ, таудың етегінде температура 24 градус дейік. 5000 метр тауда қанша градусқа температура төмендейтінін білу үшін біз сіздермен есептеп көрейік. Яғни етегінде 24 градус, 1000 метр биіктікте, яғни 1000 метр сайын 6 градусқа төмендейтін болса, 6-ға кемітеміз. Яғни 24 минус 6 ол бізде неше болады? 18. 2000 метрде 12, 3000 метрде 6, 4000 метрде 0 градус болса, 5000 метрде минус 6 градус. Түсінікті оқушылар. Яғни сіздерде сұрақ туындауы мүмкін ғой, неге жаз айларында биік таулардың басында, шыңдарында мұздықтар жатады? Міне осы себепке байланысты болып табылады. Сонымен қатар тропосферада барлық құбылыстар
болып жатады жер бетіндегі атмосферадағы ауа райына байланысты. Мысалы жаңбыр, найзағай, қар, боран, бұршақ, дауылдың барлығы осы тек қана тропосфера қабатында болады. Жақсы, олар ары қарай жылжиық. Стратосфера. Стратосфераның төменгі бөлігінде шамамен минус 45 градустан 75 градусқа дейін, ал биіктеген сайын температура плюс 10 градусқа дейін дейді, көтеріледі, яғни температура ауытқып тұрады. Бірақ стратосферада сонымен қатар озон қабаты орналасқан. Стратосфераның 20-30 км биігінде озон қабаты шоғырланған дейді, яғни озон қабаты күннен түсетін ультракүлгін сәулелерге тосқауыл болып табылады. Озон газы өте тұрақсыз газ. Оның қалыптасу ыдырауы күннің ультракүлгін сәулесінің қабылдауына байланысты болып табылады. Қазіргі таңда антропогендік әсерден озон қабаты жұқарыланып баратыр. Осыған байланысты біз сіздермен кішігірім видеоролик көре кетейік. Озон қабаты. Озон газының жоғары концентрациясымен ерекшеленетін стратосфералық қабат. Атмосферадағы озонның ең көп концентрациясы 20-25 км биіктікте болады. Мұнда озонның тығыздығы жер бетіне қарағанда 10 есе көп. Озон қабатының жер бетіндегі тіршілік үшін маңызы зор. Озон қабаты ультракүлгін сәулелерді қарқынды сіңіру арқылы оларды жер бетіне жеткізбей сәулеленуді алдын алады. Озон қабаты сыртқы әсерлерден біртіндеп жұқара бастайды. Кейбір жағдайларда оның белгілі бір аудандарда мүлдем жойылуы озон тесіктерінің пайда болуына әкеледі. Озон қабаты адамның іс-әрекетінен, әсіресе фтор көміртектер мен басқа да химиялық заттардың шығындылары әсерінен жойылуда. Бұл заттар, мысалы, хлор және бром қосылыстары стратосфераға түскен кезде озон молекулаларын жояды. Озон тесіктері арқылы күннің ультракүлгін сәулелерін атмосфераға еш бөгетсіз өтіп кетуі қоршаған ортаны ластап, ондағы тірі организмдерге қауіп-қатер туғызады. Түрлі вирусты және қатерлі ісік ауруларын көбеюіне әкеледі. Сонымен қатар, теңіз және өсімдіктерге теріс әсер етуі мүмкін. Озон қабатының бұзылуын алдын алу жаһандық қауымдастық үшін басты мәселелердің біріне айналды. Монреаль хаттамасы сияқты халықаралық келісімдер зиянды химиялық заттарды пайдалануды азайтуға және озон қабатын қалпына келтіруге арналған. Жақсы, ары қарай сіздермен жылжиық. Озон қабатының үстінде бізде мезосфера қабаты орналасқан. Мезосфера ауа температурасы минус 70-тен 5-тен 90 градусқа дейін төмендейді. Ауа тығыздығы жер бетіндегі қарағанда 200 есе аз. Мұның негізгі қасиеті бұл мезосферада бұл жерде күміс түстес бұлттар пайда болуы болып табылады. Ары қарай жылжиық. Термосфера, осы термосфера қабаты бізді сіздермен, яғни космостан келетін метеориттерден қорғап тұрады. Термосфера қабаты 80-800 км биіктікте орналасқан дейді. 100 км биіктікте температура шамамен 0 градус болатын болса, бағанағылардың өздерін білесіздер, стратосферада температура минус болды, мезосферада минус болды, яғни бұл жерде плюсқа дейін барады. 150-200 км биіктікте 500 градусқа дейін барады болса температура, 500-600 км биіктікте 1500, жоғарылаған сайын температура 2000 градусқа дейін барады. Осы арқылы бұл қабатта метеориттер жанып кетеді. Ұсақ-ұсақ метеориттер жанып кетеді. Ары қарай термосферадан ары қарай ионосфера кетеді. 50 км, 1000 км биіктікте ғарыш сәулелерінің ықпалынан газ молекулалары жеке зарядталған бөлшектерге, яғни иондарға ыдырайды. Сондықтан аргон, азот және оттегінің зарядталған атомдары мен молекулаларынан тұратын өте сұйытылған ауасы бар осы қабатта ионосфера деп атаймыз. Яғни ионосфераның енді бір қызықты сәтіне тоқталатын болсақ, аргон, азот және оттегінің зарядталған атомдары мен молекулалардың тұратын ауаны жарқырауы нәтижесінде ионосферада поляр шұғыласы байқалады. Суреттен көріп тұрғандарыңыздай. Ары қарай ең соңғы, ең биік жерде орналасқан экзосфера 800 000 км жоғары атмосфера қабаты болып табылады. Өйткені мұндағы газ бөлшектері үлкен жылдамдықпен қозғалады және ғарыш кеңістігіне шашырай алады. Мына өзіңіз көріп тұрғандарыңыздай. Жақсы, ары қарай сіздермен жылжиық. Атмосфера қабаттарын қайттан тоқталып кететін болсақ, бір яғни бұл жерде тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера сияқты қабаттарды айта кетуге болады.
Енді оқушылар бір-екі тапсырмамыз бар, соны орындап көрейік сіздермен. Біріншіден, атмосфералық ауаны құрайтын газдардың пайыздық үлесін берілген диаграммада көрсетіңіздер. Яғни сіздер бұл жерде диаграмма сызып көрсету керексіздер. Жақсы, мен диаграмма сіздерге көрсете кетейін, яғни жауабымызды қарайық. Сіздердің осындай бізде диаграмма пайда болу керек. Азот, оттегі, көмірқышқыл газы, инертті газдар сияқты негізгі диаграмма пайда болады. Жақсы, ары қарай жайық. Екінші тапсырмамыз бізде тау етегінде ауа температурасы 22 градус дейді, көрсетіп тұр. Тау етегінен тау басына дейінгі биіктік 5000 метр. Тау шыңында температура қанша болады? Осыны білу үшін біз сіздермен бағанағы айтып кеткенді есімізге салайық. Яғни тропосфера жоғарылаған сайын температура төмендейді. Яғни 1000 метр сайын 6 градусқа төмендеп тұрады. Бұл жерде жауабын қарайтын болсақ, 6-ны көбейтеміз 5-ке, яғни бұл жерде 35 дегеніміз 5000 метрді алып тұрмыз сіздермен. 6 градус дегеніміз 6 градусқа төмендейді. Яғни тау етегінде температурадан шыққан температурамызды азайтқан кезде -8 градус екенін сіздермен байқап тұрмыз. Яғни таудың ішінде -8 градус. Үшінші тапсырма бізде кесте толтыру, атмосфера қабатына байланысты кестені толтырыңыздар деп аталады. Осы кесте толтыру, сонымен қатар сіздер график сызу керексіздер осы кестенің. Жақсы, қалыңдығына байланысты. Жақсы, сіздермен сыздық. Осыған кейін қорытындылай кететін болсақ бүгінгі сабағымызды, біз сіздер бүгінгі сабақта атмосфера құрамын сипаттап, атмосфера құрылысы мен қабаттан ерекшеліктерін график түрде бейнелей білдік. Атмосфера құрамын толық сіздермен білдік дегенге сенімдімін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.